Да, құрметті достар, құрбан айт қабыл болсын. Құрбан айтқа арналған бізден Нұрғожа ұстаздан бір рилс. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Тек кәсіп жайлы айта бермей, құрбан айт жайлы біраз өзіңізді кеңесіз. Кімдер құрбандық шалу керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Исап көлеміне жеткен, яғни кім зекет бере алады? Яғни жағдайы барларға міндет. Кәсіпкерлерге міндет. Кәсіпкерлерге міндет. Жағдайы жоқтар, жоқ ниет етін ақша жинайын, бір қой болса да шалам десе, оларға рұқсат. Қандай мал шалу керек десеңіз, қой, ешкі 1 жасар болу керек. Бірақ тоқтылар қойдың көлемінде үлкен болатын болса, 6 айлық болса болады. Салмағы, еті жақсы болып тұрса. 1 жасар қойдың көлемінде болса. Денсаулығы қалай болу керек? Денсаулығы ақсақ, тұқсақ, мүйіз жоқ, соқыр, кемшілігі болмау керек. Егерде жағдай жоқ адамдарда кемшілігі болса да бола береді. Оларға өткен нәпіл. Жағдайы өте жақсы адамдар не сою керек? Жағдайы өте жақсы адамдар ірі қара шалса болады да. Ірі қараны 7 адам бірігіп шалса болады, немесе 1 адам 1 ірі қараны шалса болады. Ірі қараның жасы сиырдың жасы 2 жас болу керек. Түйе 5 жасарға толу керек. Түсінікті болды. Кімдерге тарату керек? Құрбандықтың етін 3-ке бөлу сүннет деп айтамыз ғой. Бірақ оны егерде өзінің жағдайы нашар болатын болса, толық өзіне алып қалуға болады. Көп балалы болса мысалы. Егерде жағдайы болатын болса, толығымен беріп жіберуге болады. Таратуға болады. Толығымен таратып жіберуге болады. Кімдерге? Міскіндерге ме әлде туған туыстан бастау керек? Ең бірінші туған туысқандар, екінші көршілер, үшінші жетім жесір міскін мұқтаждар айналасындағы. Өз сол қойдың етінен ауыз тиген дұрыс па отбасы? 3-тен 1-ін өзіне алып қалып, 3-тен 1-ін туысқандарына, қалғандарын бәрін таратып берсе, ол рұқсат. Қосып айтарыңыз бар ма? Құрбан айт қабыл болсын емес, құрбан айт құтты болсын деп мейрам қылып құттықтайық. Мейрам десеңізші, Құдай бұйыртса. Құрбан айт қабыл болсын. Амин. Құрбан айт құтты болсын. Мейрамдарыңызбен ағайын.